Ал құрметті оқушылар, мына бізде волейбол ойынының төменнен және жоғарыдан қабылдау ойынына арналған арнайы жаттығуларын сіздерге көрсетеміз. Бірінші, волейболда ойыншының жалпы тұрысы. Осы тұрысты көріп тұрсыздар. Енді мысалға жалпы тұрыстан төменнен допты қабылдауға қалай келеді? Мысалға төменнен бір аяқты алға қою арқылы бастапқы қалып төменге қолды. Жоғарғы қабылдау, допты жоғары қабылдау. Көрдіңіздер ме? Жоғары қабылдау бұл. Маңдайдың тұсында ожау қалпында қолдың саусақтары барлығы. Бастапқы қалып, негізгі тұрыс кәне? Негізгі тұрыс. Төменгі. Негізгі тұрыс. Жоғарғы қабылдау. Енді осыны мектеп жағдайында көрсетеміз. Қазір допты қабылдауды төменнен. Допты қабылдауды кәне? Жалпы тұрыс, негізгі тұрыс. Баста. Негізгі тұрыс. Баста. Кәне, енді үй жағдайында осы төменгі қабылдаудың үй жағдайындағы имитациясын көрсетеміз, икемділігін. Кәнекей, төменге отырыңқыраймыз, төменге қозғаламыз. Қадамдар жасау арқылы қабылдаймыз допты. Жақсы, түсінікті. Енді осы қалыпта тұрып, жоғарғы допты қабылдау, жоғарыдан қабылдау. Негізгі тұрыс, волейболшының негізгі тұрысы, кәне, мектеп жағдайындағы. Баста. Жоғарыдан. Жақсы. Кәне, тағы да. Қозғалу арқылы. Жақсы. Үй жағдайында көрсетеміз, кәнекей. Келді. Баста. Маңдай тұсынан қабылдаймыз. Допты. Үй жағдайында. Қозғалыс арқылы. Көрдіңіздер ме, балалар? Қадам жасау арқылы. Оңға, солға. Қадам жасау арқылы қабылдау. Енді осы жаттығуларымызды толықтыру үшін үй жағдайында, мысалы гимнастикалық таяқша, болмаса басқа да бір таяқшалар болатын болса, төменгі қабылдауды қалай көрсетуге болады? Көрдіңіздер ме? Ерсіл-қарсыл жүру арқылы жүріс қадамдарын қалыптастырамыз. Оңға, солға. Бұл жерде білек бүгілмеу керек. Қолдардың білектер барлығы бір жағдайда болу керек. Иық, мойын иыққа тығулы. Осылай қайталаймыз үй жағдайында. Келесі, төменді қабылдау үшін екі қадам жасап, допты қалай қабылдаймыз? Мысалға мынау спорттық орындықта тұрған біздегі нығыздалған доп, кәне көреміз. Баста. Келді, қадам алды, қабылдады, қайтадан тастады. Қайтадан бір-екі қадам доп келді, алды, қабылдады. Бұл жерде бізде шынтақ бүгілмеу керек, қолдар бүгілмеу керек, икемділік керек, отыру керек. Әлде де отырыңқырап барып, қабылдады, тастады допты. Көрдіңіз бе? Тағы бір рет қабылдап көрсетіп жібер. Осы жағдайда тағы да төменгі үй жағдайында кітап алу арқылы, болмаса кітап, болмаса теннистік шарлар болатын болса, сол арқылы қабылдап үйренуге болады. Бұл жердегі ең бастысы тепе-теңдік сақтау, тізені бүгіліп, отырып, қабылдау, қозғалу, оңға, солға, және де шынтақты бүкпеу. Көрсете қойыңыз. Баста. Тағы да шынтақты бүкпейміз, созамыз алға. Жақсы. Осы жағдайда осылай қолдануға болады. Көрдіңіздер ғой, негізгі тұрысы шынтақ бүгілмейді. Осылай үй жағдайында қайталауға болады. Бұл волейболдың төменнен және жоғарыдан қабылдау әдіс тәсілдері. Рахмет сіздерге.